Марокконың сындық ойынын жартылай финалда көрген кезде Франция кешіріп қойсын, бірақ орнын босату керек деп ойланып қалдым. Себебі мұндай Франция финалға лайық емес. Мбаппе, Гризман, Жиру секілді айғырлар тұрған кезде автобустың автобусы болды. Кімге қарсы? Бразилияға емес, Германияға да қарсы емес. Әрең дегенде тарих жасап жартылай финалға шыққан Мароккоға. Бірақ не дегенмен Франция өз жұмысын жақсы жасады. Бәлкім осылай ойнамағанда Марокко финалға шығып кетермеді. Жалпы ойын Аргентина мен Хорватия арасындағы ойынға қарағанда өте қызық болды. Себебі екі команда да барынша ойнады. Хорватия сияқты орта жолдан қолын сілтей салып, келесі матчқа дайындалатындай ойларын бұрып тастаған жоқ. Марокко бізге тек финал керек деп баяғы Барселонаның ойынын паш еткенде сезім берді. Ал енді матч қалай өтті? Голдар қалай соғылды? Гризман қазір Гризман емес, Кантеге қалай айналды? Барлық қызықтарды қазір айтатын боламыз. Қазақша контентті қолдау ретінде Желаяқты арнасына тіркеле кетіңіз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Матчтағы голдарға келмей, мұна қызықты айтқым келеді. Көпшілік менімен келіседі деп ойлаймын. Жартылай финалды көріп жатқан кезде Марокко бұрыннан осылай ойнайды ма деген ойлар мені мазалай түсті. Себебі турнир басталғалы ойындарын көріп келдім. Ілініп, салынып, бос пастар, бос алдау, нәтижесіз соққыларды жиі байқадым. Бельгиямен ойында жол болып 2 гол соғып алды. Оның үстіне Бельгияда Де Брюнеден басқа ешкім жөнін ойнамады да. Ал Испанияға қарсы толық артта болып, 1000-нан аса пасты көрсе де шыдап, әрең дегенде нәтижеге қол жеткізді. Португалия матчы тіпті азап матч болды. Соққылардан соң соққылар. Қақпашының 4 қолы шыққандай барлық доптарды ұстады. Матч біткенше автобустың ішінде түнеді. Жартылай финалда да солай ойнайтын шығар, бірақ Франция ондайға қарсы жақсы ойнайды. Автобус қойса алыс соққылармен соққылап тастайды деп ойладым. Ойын басталған кезде барлық сөздерімді қайта алдым. Мен толық қателескен екенмін. Мына жартылай финалдағы ойыны нағыз финалға лайық ойын. Олар осында жетістікке жайдан жай шыққан жоқ. Пас десе пасы бар, ойын десе ойыны бар. Қорғаушылар да жақсы қорғанады. Тек бір пастарды аяқтап голға айналдыратын адамдар болмады. Тіпті статистика бойынша да Франциядан басым тұр. Мынандай Францияны көріп ұялып кеттім. Менің сөздерімді тіпті атақты Челси клубының аңыз ойыншысы Джон Терри де қолдап отыр. Франция ұту жолын тапты, бірақ олардың осындай ойыншыларымен мен олардан басқа ойынды күттім. Меніңше бүкіл 90 минут бойы мароккалықтар басым болды деп ойын айтты. Матч басталды. Франциялықтар бастапқы минуттарда қарсыласқа маза бермеді. 5 минутта Варан ортаны қиып тұрып Гризманға пас береді, ал Гризман болса ашылып бара жатқан Мбаппенің оң аяғына допты салады. Соққы тосқауыл кедергі болды. Доп сол аяғына түсіп тағы да соққы жасайды. Тағы да тосқауыл. Бірақ қорғаушыларға тиіп барып сол жақтағы Тео Эрнандестің аяғынан табылып, соққы голға айналады. Қақпашы бұл соққыны қайтара алмайды. Тым жақын. Мына бір голда мароккалықтар алаңда қауіпті тек Мбаппе бар екен деп барлығы соны жаба бастады. Тосқауларын бірнеше қабатпен қойды. Ал Теода тек сол ғана емес, оған дейін де мүмкіндігі болды. Егер Мбаппе басын сәл көтеріп пас бергенде Тео қиналмай салар еді. Теоны бұл кезде ешкім жаппады. Бұл мароккалықтарға турнир бойынша салынған 2-ші гол. Бірақ өзге команданың ойыншысы салған алғашқы гол. Себебі бірінші голды олар автоголмен кіргізіп алған. Ал 2-ші гол осы Теоныкі. 10-ші минутта мароккалық Аунахи өзінің соққысын сынап көрді. Әдемі соққы. Бірақ қақпашы өз орнында. Сәл жоғары тепсе де, тым төмен қарай тепсе де Льорис ұстап алатындай көрінді. Себебі соққының болатын алдын ала сезіп жақындай түскен. 17-ші минутта қорғаушыдан пас алған Жиру өте қауіпті шабуыл алып келді. Әдемі пасты әдемі етіп қағып алып, сол қапталдан соққы жасап еді, қақпаның бағанасына тиді. Сәл бері болған кезде қақпашы ұстай алмай қалар ма еді? Тым жойқын соққы. 36-ші минутта Франция құрамасы үшін бір емес, бірден 200% мүмкіндік болды. Чуамени сызып тұрып Мбаппеге өте әдемі пас береді. Әрине бұл жерде Мбаппенің жылдамдығын бөлек айтуымыз керек. Мынандай пасқа тек жылдам ойыншы ғана жете алады. Оны білген Чуамени де әдейі солай берді. Ал қорғаушы бұл пасты күтсе де Мбаппенің жетіп алатынын күтпеген секілді. Қызғаншақ Мбаппе басын әлі көтере алмайды. Ашық, бір өзі кітап оқып тұрса да ешкім кедергі келтіре алмайтын мүмкіндікте тұрған Жируға пас бермей өзі соққы жасайды. Тіпті Жируды көрмей қалған жағдайдың өзінде де дәл сондай позицияда тұрған Дембеле ше. Дембеле кітап түгілі бір ұйықтап алса да оны ешкім мазалап үлгермейтін еді. Соққысының нашарлығынан доп қайта француздарға, яғни Чуамениге түсіп, ол қайтадан әдемі пас береді. Бұл жолы Жируға, ал асыққан Жиру қисық тебеді. Тоқтатып алатындай мүмкіндік болмады. Тоқтатса бұрылып тебуге үлгермей қалар бәлкім. Бірақ тоқтатып басын көтерсе артында Дембеле тұр. Жарайды, өтті, кетті.
44-минутта турнирдің ең әдемі голы номинациясына ілінетіндей гол бола жаздады. Бұрыштамадан келген пасты Жиру басымен алысқа кетірем деп сәтсіз мароккалықтардың аяғына түсіреді. Әрине ыңғайлы етіп емес, бірақ Жауад Ямикке осы да жеткілікті болып, қайшылап тұрып артымен құлап бара жатып сұмдық соққы жасайды. Бұл соққысы қақпаның бағанасына тиіп бері ұшады. Егер сәл ішке қарай тепкен кезде Льористің ұстауы екі талай. Әрине ұшқан бағытын көрді қақпашы, бірақ үлгерер ме еді деген сұрақ бар. 53-ші минутта біз баяғы Марокко емес, біз жаңа Мароккомыз деп әдемі пастарымен Францияның қорғанысын жоққа шығарды. Құр пас үшін пас емес, шабуыл үшін пастарға тек қошемет білдіргім келеді. Бірақ түбіне келген кезде тебетін адамы болмайтыны бір өкінішті. 1 минуттың ішінде екі әдемі мүмкіндіктен нәтиже шығара алмай қалды. 79-ші минутта сен салмасаң мен саламын деп Тюрам сол қапталдан асықпай келіп Мбаппеге береді. Ал Мбаппе болса екі адамды алдап, үшінші адамның оң жағына сытылып соққы жасайды. Добы қорғаушыға тигенмен қосалқы құрамнан жаңа ғана шыққан Рандаль Кола Муанидің аяғына тап болып голға айналады. Сондақсы алаңда жүргеніне 44 секунд болыпты. Ал өзі осы голын Мбаппенің толық еңбегі дейді. Мбаппенің артынан жүгіргенім дұрыс болыпты. Ол мен үшін барлық жұмысты істеп қойды. Мен тек дұрыс орын таңдағаным үшін ғана қуанамын, дейді голдың авторы. Ал мынау қосалқы құрамнан шыққан Хамдаллах есімді шабуылшы. Егер достарымен PlayStation ойнайтын болса, соққы жасайтын батырмасы жоқ геймпадпен ойнар еді. Себебі мына жерде бірінші мүмкіндік, екінші мүмкіндік, үшінші мүмкіндік мүлде теппейді. Оған сонда қақпаның ішіне жүгіріп кететіндей мүмкіндік керек пе? Жаның бардай тепсең, гол болу әбден мүмкін ғой. Жарайды, болар іс болды. Қосымша қосылған 6 минуттың 4 минутында Францияның барлық ойыншысы қобалжудан бір терлеп алатындай қорқынышты сәт болды. Мароккалықтар әдемі пастар мен дриблинг арқылы қақпа жанына келіп, бірнеше соққы жасаса да нәтижеге жеткізе алмады. Франция құрамасының пайдасына матч 2-0 есебімен аяқталды. Есеп шыны керек ойын бойынша әділ емес. Францияның екі голда бір көзді сүйсіндірмеді. Бірақ еңбек етілді, гол салынды. Ал Марокко ше? Еңбек етті ғой оларда. Осы уақытқа дейін барлығын ұтып келсе де Францияны ұта алмағанына ренжімес. Себебі Франция өте сауатты ойнады. Олар білмеді дейсіздер ме қарсылас осылай ойнап кететін? Дешам мырза бәрін білді. Сол үшін басында тоқтаусыз шабуыл жасады, сосын автобус қойды. Артынша тек қарымта шабуылдар. Нәтиже бар ма? Нәтиже бар. Ойын нашар, бірақ ең бастысы нәтиже. Ал мына матчтан кейін үйіне барған Осман Дембеле. Себебі оның әйелі мароккалық. Жалпы матчта кім үздік болды? Гол салған Тео ма? Әлде біраз мүмкіндікке ие болған Мбаппе ма? Жоқ, матчтың үздігі ол Антуан Гризман. Бүкіл шабуылға да, қорғанысқа да жауап беріп жатқан Гризман мырза. Шабуыл болған кезде Гризман пас береді, қарсы шабуылды тоқтату үшін Гризман допты шығарады. Көбісі Кантенің орнын басты дейді. Расымен де Кантенің рөлі осы Гризманға келген секілді. Тіпті Погбаның өзі Инстаграмнан Гризман Канте деп сторис шығарып қойыпты. Ал атақты Дрогба болса, ол Гризманға қарағанда Кантеге көп ұқсайды деп әзілдей түсіпті. Шынымен де баяғы допты күтіп отыратын Антуан жоқ. Қайта допты алға сүйреп, оңнан солға, солдан оңға қарай ойынға ырғақ берумен айналысуда. Ал доп қарсыластарда болса, қорғаушыларға сен өйт, сен бүйт деп тапсырма беріп, өзі де соңғы қорғаушының қызметін атқарып жүр. Бір күні Льорис сен тұр, қақпаға бүгін мен тұрам десе таң қалмаңыздар. Мұндай Гризманды бұрын соңды көрмеппін. Реал Сосьедадта тек шабуылшы, вингер қызметін атқарса, Атлетико Мадридте шабуылшы және аздап ойын жүргізетін қызметте болды. Франция құрамасында жартылай қорғаушы және шабуыл қызметінде жүрген. Ал қазір қорғаушы да, жартылай қорғаушы да, шабуылшы да болып жүр. Тіпті алаңда қай жерде көп жүргенін көрсететін құрал да нақты бір жерді көрсете алмай тұр. Бапкер Дешамның өзі де Антуанды көп мақтайды. Ол шабуылдағанды да, қорғанғанды да жақсы көреді дейді бапкері. Ал Марокконың үздік ойыншысы менің ойымша ол Софиан Амрабат. Дәл осы Гризман секілді ол да солай ойнай білді. Әрине кей кезде басқаша, бірақ толық көзге көрініп, шабуылдарды да жақсы бастап, қарсыластың шабуылын тоқтатып жүрген осы ойыншы. Тіпті Францияның президенті Эммануэль Макрон мароккалықтардың киінетін бөлмесіне кіріп, Софиан Амрабатты қазіргі таңдағы әлем бойынша ең үздік жартылай қорғаушы деп бір мақтай түсіпті. Ал бүкіл әлемнің үздік клубтары турнирден кейін ойыншыға таласуға дайын дейді бақ өкілдері. Мысалға, ойынның 51-ші минутында желаяқ Мбаппені әрең дегенде қуып жетсе де, добын тартып алып келесі шабуылды бастап кетті. Ал оған дейін Мбаппе барлығынан озып, тек шаң жұтқызып келе жатқан. Мықты. Жалпы жартылай финалдың осы ойыны қызық болды. Финалда Аргентина мен Франция. Кім жеңіске жетеді деп ойлайсыздар? Маған қолдау ретінде желаяқты арнасына тіркеле кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз үлкен шабыт береді. Амандықта жолыққанша сау саламат.